Қайырлы күн баршаңызға. Сіздермен бірге Таңжарқын каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді, тәтті тоқаш булочкалар әзірлейміз. Булочкаларымыздың жасалу жолы өте оңай, әрі өте жұмсақ, қатпарлы болып шығады. Булочкаларымызды әзірлеу үшін қамырымызды ашытып дайындап аламыз. Ол үшін ыдысымызды алып, ыдысымызға жылы сүтімізді құямыз. Үстіне тұзымызды, шекерімізді, жұмыртқамызды қосып, бір келкі болғанша жақсылап араластырамыз. Осылай араластырып алдық. Енді 5 ас қасық толтырып сұйық майымызды қосамыз. Қосып алдым, жақсылап араластырамыз. Араластырып отырып, ашытқымызды саламыз. Осылай бір келкі қылып араластырып алдым. Енді електен өткізіп дайындап алған ұнымызды қосып, ұнымыздың барлығын бірден қоспай, осылай бөліп отырып, еншімен араластырып отырып, ұнымызды қостым. Венчігімізбен араластыру қиын болғандықтан, венчігімізді алып тастап, қолымызбен жұмсақ қылып қамырымызды илеп аламыз. Осылай қамырымызды біріктіре отырып, қамырымызды илеп алдық. Енді қамырымыздың басын біріктіріп илеп алғасын 2 ас қасық сұйық майымызды құйып, тағы да илеп жіберіңіздер. Сонда тоқаштарымыз өте жұмсақ болып шығады. Майлы болып кетпейді. Қамыр өзіне майын бәрін сіңдіріп алады. Осылай басын біріктіріп, қамырымызды илеп алдық. Ашытуға қойып қоямыз, бетін жауып. 1-2 сағатта қамырымыз ашып қалады. Осылай қамырымыз ашыған, өте жұмсақ қамырымыз. Қамырымызды ыдысымыздан шығарып, бөліктерге бөлеміз. Мен 7 бөлікке қамырымызды бөліп алдым. Осылай 7 бөлікке бөліп қамырымызды, бөліп алған қамырларымызды осылай дөңгелектеп аламыз. Осылай дөңгелектеп алдым қамырымызды. Енді тарелкамызды аламыз. Бөліп алған қамырларымызды сәл-сәл ғана жайып аламыз. Осы қамырымды жайып алдық. Енді дайындап алған тарелкамызға үй температурасында тұрған сары майымызды алып, тарелкамызға сары майымызды жағып аламыз. Үстінен жайып алған қамырымызды аламыз. Енді тағы да бір қамырымызды осылай жайып, қамырларымызды 7 қамырымызды да жаямыз. Ортасына үй температурасында тұрған сары майымызды осылай жағып алып, қамырларымызды қабат-қабат осылай қоямыз. Сары майымызды майлай отырып, қамырларымызды осылай барлығын 7 қамырымызды да ортасына май жағып отырып жайып алдық. Үй температурасында тұрған 82% май қостым. Ең үстіне де майымызды жағып, пакетімізге салып, тоңазытқышқа 10-15 минутқа қойып қоямыз. Осылай 15 минутқа қойып алдым. Қамырымыз тағы да көтерілген. Осы күйі қамырымызды алып, тарелкамыздан шығарып, сәл-сәл үстін басып жіберіп, қамырымыз көтерілген. Енді барлығын осылай жайып шығамыз. Жасалу жолы қиын сияқты көрінеді, бірақ өте оңай. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Үстіне тағы сәл сары майымызды жағып, отбасымызбен макты жақсы көргендіктен осылай макты ортасына сеуіп шықтым. Үстіне сәл-сәл шекер сепсеңіздер де болады, ол міндетті емес, бірақ осылай магымызды сеуіп алып, рогалик сияқты қып, осылай қамырымызды пышағымызбен кесіп формаға келтіреміз. Осылай бөліп алғасын пышағымызбен. Рогалик сияқты осылай жинап алдым қамырларымызды. Өте әдемі көрінеді, әрі өте дәмді болып шығады тоқаштарымыз. Қамырымыз өте жұмсақ болған. Осылай барлығын булочкаларымызды формамызға келтіріп алдық. Енді бетін күлеңқамызбен болсын жауып, 10-15 минутқа тағы да көтерілуге қойып қоямыз.
Пештерімізді осы уақытта қыздыруға қойып қойыңыздар. Осылай 10 минутқа қойып алдым. Енді бір жұмыртқамызды алып жақсылап араластырып, тоқаштарымыздың бетіне жағып шығамыз жұмыртқамызды. Осылай барлығына жағып алдым. Енді қызып тұрған пешімізде 180 градуста пісіріп аламыз. Тоқаштарымыз пісіп шықты. Өте әдемі болады, әрі өте жұмсақ болып шығады. Сіздермен бірге болған Таңжарқын. Егер сұрақтарыңыз болса, комментарий бөліміне жазып қалдырыңыздар. Міндетті түрде жауап беремін. Қош сау болыңыздар.